Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі менің видеом менің демалыстағы таңым туралы болады. Әрине мен сағат демалыстарда 10:30-да оянамын. Мен төсектен тұруым қиын. Енді демалыс күні болғандықтан демалысты бәріміз күтеміз. Сол үшін де сіздерге осы видео ұнайды деген ойдамын. Барынша түсіруге тырыстым. Және ұнап жатса міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Содан кейін далаға шығып өзімнің күшігіме келемін. Бірақ әлі өзімнің жылы киімде жүріп жүремін. Қазір түрімізді ретке келтіреміз. Содан кейін өзімізді ретке келтіреміз, яғни ең алдымен бетімді пенкамен жақсылап тұрып жуып алатын боламын. Және осы щеткамен бетті тазартады. И сіздерге осы видео ұнап жатыр деген ойдамын. Және де менің инстаграм парақшамда күнделікті мен стористер түсіріп тұрамын. Өте қызықты, жазыла кетіңіздер. Және де мен бүгін таңертеңгі жаттығу жасамадым. Себебі мен жаттығуды тек кешке жасаймын. Сториста мені көре аласыздар. Если қызық болса, инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге барынша түсіруге тырысып жатырмын. Вот зимнее утро. Әрине келесі этап ол шаш тарау. Шаш тарау менде міндетті түрде таңертең, кешке және сабақтан келгеннен кейін міндетті түрде шашымды тараймын. Шаштарыңыз өте жақсы таралатын болады. Жиірек тарап тұрғандарыңыз дұрыс. Сағат қазір 10:50 өтіп кетті. Вот осылай. Ал енді киімді ауыстырып аламыз. Киімді ауыстырып алғаннан кейін таңғы асқа ең алдымен таңғы ашпес бұрын су ішемін. Мен осындай турбушкалармен ішкен жақсы көремін, мән бермеңіздер. Ыстық шай. Және бүгінге менде таңғы асқа өте керемет завтрак болды. Бүгінгі таңғы асқа менде анам пісірген торт. Торт расымен де өте дәмді болған. Маған ас болсын. Сіздер тамақ ішіп отырсаңыздар, сіздерге де ас болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Және содан кейін міндетті түрде ыдыс жуу керек. Ыдысты жуып болдым. Енді орындарына салайын. Содан кейін мен өзімнің осындай 2 кітабымды оқып жүрмін, бірақ та өмірге ғашық болу кітабын аяқтап, бүгін осы Сурат кофеханасы деген кітапты аяқтадым. Өте керемет кітаптар екен, маған қатты ұнады. Және видеоны да монтаждап тастадым. Достар, кітап оқып болғаннан кейін мен душ қабылдап алдым. Душ қабылдағанды өте қатты жақсы көремін. Өзіңді керемет сезініп қаласың. Жалпы содан кейін өзімнің шашымды тарап алдым. Жалпы бүгінгі менің демалыстағы таңым атты видео ұнады деген ойдамын. Және де осымен видео аяқталды. Барлықтарыңызға пока, сау болыңыздар.